Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен сүзбелі бәліштің рецептімен бөліспекшімін. Ал сіздер каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Бәлішке қажетті ингредиенттердің тізімі видеоның астында көрсетілген. Ең алдымен мұздатқышта қатырылған сары майды үккіштен өткізіп аламыз. Тұз қосамыз, көпсіткіш қосамыз, қант қосамыз. Ұнды аз-аздап қосып, қолымызбен араластырып, үгінді жасаймыз. Жұмыртқа қосып араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды тоңазытқышқа тұндырып қоя тұрамыз. Салмасы үшін шұңғыл ыдысқа сүзбені саламыз. Ванилин қосамыз, қант қосамыз. Үстіне жұмыртқаларды жарамыз. Барлығын қалақшамен араластырамыз. Салмасы бір келкі болу үшін блендерден өткізіп аламыз. Қамырды қалыпқа салып қолымызбен жайып аламыз. Қамырдың шетін қасықпен тегістеп аламыз. Қаншықпен әр жерден тесеміз. Қамырдың үстіне салмасын құйып тегістейміз. Бәлішті қызып тұрған пеште 160-180 градуста 35-40 минутта пісіреміз. Дайын болған бәлішті 1-2 сағат тоңазытқышқа қойып қоямыз. Видео ұнаса лайк басып комментарий қалдырып кетіңіздер. Келесі видеоларда кездескенше.